Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде көптен күткен сұхбат, 2021-дегі алғашқы сұхбат. Енді біз ойладық, кім шақырамыз деп. Енді айтыскер ақынды біздің досымызды Серік бауырымыз. Серікке қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Жалпы мынау сізден сұхбат алар кезде осы әлеуметтік желіден шолып шықтым. Сұхбат бергендеріңізді, газеттерге сұхбат берген екенсіз. Осы газет демекші, біз осы жақында осы кеше ғана өзім мен жеке өз парақшама газетті қаншалықты осы қазір жастар үлкен буын, орта буын оқиды екен деп сауалнама қойдым. Енді басым көпшілік шынымен газет оқымайды екен негізінде. Енді сіз арнайы бізде YouTube формат еркін, сондықтан осы Құдай қаласа осы сұхбатымыз бір есеп болып қалатын шығар. Кейін бір сіз алтын домбыра алып үлкен бір дәрежеге жеткен кезде бір қызықты оқиғаны алып еске алып отырамыз. Қош келдіңіз. Жалпы қазір өзіңіз қайда жүрсіз? Не жаңалық, не хабар? Рахмет шақырғандарыңызға. Қазір енді осы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентінде тұрып, сол жерде қызмет атқарып жатқан жайымыз бар. Негізгі шаруамыз енді осы ұлттық өнерге қызмет ету маңдайымызға бұйырғасын. Сол көбінде айтыспен айтысқа шығып, және де әрмен қарай аудандық мәдениет үйінде қызметтемін. Сол жерде тұрақты қызметім сонда, сол жерде тұрып. Біз енді біраз ақындарды танимыз, әріптестеріңіз бар, басқа қазақстандық ақындарымыз бар. Қазақтың қазынасы той дейді. Енді сіз бір қызығы тойда жоқсыз. Былайша айтқанда тойға қызмет етпейді екенсіз. Неге? Тойда жоқсыз. Асаба ретінде, беташар ретінде, арнау ретінде. Енді мынандай дүние ғой. Той деген расымен қазақтың қазынасы екені рас. Жақсы мына қазақтың немесе өзіміздің ағайындардың қуанышын бөлісу бұл жақсы дүние. Бірақ бұл той жүргізудің де, тойды басқарудың да бұл үлкен өнер екенін жақсы білемін мен. Өйткені кезінде көргенбіз бір-екі рет. Бұл жаңағы тойды басынан бастап сауатты түрде соңына дейін жүргізіп шығу екінің бірінің қолынан келе беретін дүние емес. Оған көп жылдар машық керек. Соған қалыптасып, сол жаңағы арнаға түсу керек. Өкінішке орай менде ондай уақытта болған жоқ. Оған шығатын жаңағы ниетімде болған жоқ. Басында бір-екі рет көрдім, бір жақсы сәтті дүниелер болмады. Екінші жағдай өнер саласында, оның ішіндегі жаңағы Алаштың ақсүйек өнері осы айтысқа қызмет етіп жүргендіктен біз үнемі жаңағы ізденіс үстінде, немесе бір тың ойлар, осы халықтың жүрегіндегі дүниені, қоғамдағы жақсы пікірлерді осы айтыстың мінберінен, айтыс сахнасынан жеткізетін болғандықтан, осы ой үстінде жүргендіктен той үстінде жүруге біраз уақыт болмай жатыр шынында. Түсінікті. Жалпы енді айтыса жүресіз, айттыңыз ғой. Сол кезде шақыру туралы болған шығар. Бауырым бізге келіп, тойымызға келіп бір арнау айтып берсең, ондай көп болған шығар соныстар. Аттай қалап шақыратындар әрине болады. Ондай адамдардың енді арнау айтып берсең, немесе тойға жаңағы бір беташар жасап берсең дегендер алыс аудан болсын, қаламыздың төңірегінде болсын, облыста болсын шақырып жатады. Ондай жерден қалмауға тырысамын. Ондай жерге міндетті түрде жаңағы көбінде сол шақыратын таныстарымыз, өзіміздің жаңағы ағайындарымыз, және де жаңағы өнерімізді бағалайтын, құрметтейтін адамдар шақырып жатады, оларға баруға тырысамыз. Жақсы. Енді мынау қазіргі бізде Моңғолия дейміз, Қытай, Қырғызстан ақындарының ішінде жалпы шын мәнінде қай елдің ақыны мықты? Қай елдің дегенде сол қай жерде болса да Қырғызстаннан басқа қазақ бар жердегі ақындар бәрібір бір қазақтың ақындары. Қазақ бар жерде ақын бар, қазақ бар жерде айтыс бар, айтыс бар жерде қазақ бар деген сөз. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, әрине біздің осы елімізде Қазақстанның айтысы әлдеқайда дамыды қазіргі жағдайда. Бір шырқау шегіне, биігіне жетті айтыс. Қазір поэзиялық деңгейде айтыса алатын халге жетті ақындар. Енді қазір айтысты өзің көресің ғой. Қаншама мықты ойлар, қаншама сұлу сөздер, қаншама жаңағы тегеурінді шумақтар айтылып жатады айтыстың үстінде. Бұл жаңағы біздің осы еліміздің айтысының барынша дамығаны деп білуге болады.
басқа жаңағы өзіңіз айтып отырған Моңғолияда немесе Қырғызстан. Қытайда ол жердегі қазақ айтысы оны да дамымады деуге болмайды, бірақ бәрібір де ол жақта жаңағы осы жақпен салыстырмалы түрде айтыс көп өтпейтіндігіне байланысты ма жаңағы біраз айырмашылықтар болып жатады. Бірақ та осы жер бетіндегі қазақтың қай жерде болмасын ол айтыс бәрібір де айтыс. Ал қырғыздың айтысына келетін болсақ, қырғыз ағайындарымыздың айтыстары мен айтар едім біраз табиғи. Ол кісілер жаңағы айтысты көп өткізеді, сол сахнадан жеребемен айтыстырып, бізге де осы міне былтырдан бастап келіп жатыр ғой осы жеребемен айтысу деген. Табиғи, бірақ жаңағы көркемдік деңгейі, ойдың орамдылығы, сөздің көркемдігі, сөз сұлулығы біздің қазақ айтысындай емес ау деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Біз енді жалпы осы Қазақстандағы айтыста жүлде беруде, айтысқа қатысуда 100% тазалық бар деп айта аласың ба? Енді өзің жүрсің сол сахнада, көру үшін көзбен. Айтыс деген өзі ақсүйек өнер ғой. Айтыс деген бұл қазақтың қаны дейміз, жаны дейміз, киелі өнер дейміз. Бірақ жаңағы сайыс болғандықтан, сайыс болған жерде ол біреу артта, біреу алдыда қалатын заңдылық. Сондықтан мен енді қазір біз деген ойбай кереметпіз, судан ақ сүттен тазамыз деуден аулақпын. Бірақ та барынша, мейлінше осы айтысты әділ өткізуге, айтыстың әділ, адал болуына қызмет етіп жүрген жаңағы ағаларымыз баршылық. Сол кісілердің арқасында, сол кісілердің араласуымен осы айтысымыздың көші алға жылжып келе жатыр. Жалпы сен қатысқан айтыстарда барлығы тазалық болды ойлайсың ба? Өзің қатысқан? Болды. Енді осы 2014 жылдан бері республикалық айтыстардың, республикалық деңгейдегі айтыстарға қатысумен келе жатырмыз ғой. Бірақ енді мынандай бір дүние бар. Біз жаңағы қай өңірде өтсін, мысалы Шығыс Қазақстан өңірінде, Шығыс Қазақстан облысында бір республикалық айтыс болды деп есептегенде, мысалы, оны ақындардың өздері де біледі, ұйымдастырушылар да біледі, ана жерде отырған қарайған халық та біледі. Осы елдің, осы жердің сол өкілі, осы жердің ақынының жаңағы мерейі үстем болса екен деген тілек. Мерей үстем болса екен. Соны жаңағы қолпаштап, соны әлпештеп алға шығаруға қазір отырған ағаларымызда, көрермен болып салда отырған халықта бірге айтысып жатқан ақындар да соның туының желбіреп алда келуіне қызмет етіп, соған себепші болып, және де соның шашпауын көтеруге тырысып жатады. Бірінші. Екінші, енді мысалы көп жылдар айтысқа шықпай кеткен, немесе бір мысалы ардақты ағаларымыз, немесе бір жаңағы жолы үлкен адамдар, сондай кездерде де жаңағы інелері ізет қылып шегініп жолын беріп, осы кісі осы жолы жаңағы бәйгені алса екен, осы кісі осы жолы жаңағы алдынан келгені дұрыс шығар деген өзі ішкі дүниемен оны қазылар да құптап, қазылар да жаңағы мақұлдап алға шығарып жатады. Ол жаңағы қанша деңгейде сол бас жүлде немесе бірінші орын алатын деңгейде айтсын айтпасын, сондай жаңағы біз өзіміздің қазақылығымыз өз орталарында, өзіміздің ортамызда сондай қазақылығымыз білініп жатады. Оның енді ешқандай артығы мен айыбы жоқ деп ойлаймын. Жақсы, енді мынау соңғы шығыста болған айтыста өзің финалға шығыпсың, бірақ финалдан қатысудан бас тарттың, орынды қонаққа бердің. Сол кезде енді біз ол кезде ең бірінші ол айтысты мен өзім ұйымдастырушы едім. Ол айтысты осы Төлеген Тоқтаровтың Батыр атамыздың 100 жылдығына арналған шығыста айтыс өткіздік Қасымбай кентінде, Ұлан ауданында. Соны жаңағы алыстан ақындарды шақырдық, Шымкенттен келді, Қызылордадан келді, Астана жақтан ақындар келді. Сосын мен енді ол жерде ана айтыстың басы-қасында өзім жүрмін. Жаңағы тура жаңағы айтып отырған әңгіме ғой. Өзім жүрмін. Жаңағы қазыда отырған адамдар бәрі мені де таниды, мен де оларды танимын. Оларды айтпағанда залда отырған адамдарды да мен мысалы 100% болмаса да 80-90% мені таниды. Мен танимын, мен де оларды танимын. Сондықтан олар енді мені қолдамай кімді қолдайды? Жаңағы айтқандайын менің тасым өргеден болады. Менің жаңағы алдынан сол жүлденің мәреге алдымен жетуімді ол кісілерден
қалап отыр барлығы. Енді мен жаңағы бірінші айналымнан өтіп тұрмын, екінші айналымға өтіп айтысатын болсам, міндетті түрде айтсам да айтпасам да жаңағы бас жүлде ма, бірінші орын ба, біреуін маған тиесілі болып кетейін деп. Халықпен әрбір сөзіме шапалақ ұрып. Қолпашта енді танимыз ғой, өйткені осы жердің азаматымын, осы жерде жүрмін, жаңа ғана залда отырған халықты бәрін танимын, айтысты өзім ұйымдастырып жүрмін. Сондықтан мен айттым, мен қазір финалға өтіп кетсем, жаңағы бір орын маған тиесілі болады. Оданша осы қонақтарға жолымды берем. Осылар финалда айтсын, финалда кім айтысса, сол жаңағы жүлдеге ие болады. Бір жүлде болса да осы қонаққа бұйырсын, алыстан келген. Өйткені біз алыстан келген қонаққа жаңағы жүлдемізді беру арқылы біздің осы жақтағы елімізде айтыс өткендігі, осы жақта жаңағы дүбірлі дода өткендігі сол жаққа алысқа жетеді. Ал біз жаңағы өзіміз өткізіп, өзіміз алып отыра берсек, оны өз елімізден басқа кім біледі? Сондай дүние. Сол үшін алыстан келуге, алыстан келген ақындарға жүлде беруге, және де сол додамыздың жаңағы дақпырда алысқа кетуіне себепші болуға тырыстық. Жақсы, рахмет. Толыққанды жауап болды деп ойлаймыз. Енді қазір Өскеменде жүрсің, енді Қасым Қайсенов те нағыз ақындардың ортасы Семейден келді. Семейде ақындардың ортасы неге жақсы қалыптасқан. Орта буыны бар, үлкен буыны бар. Енді Өскеменде ақындардың жиі бас қоспайтынын байқаймыз. Енді осыған өзім атсалысып, бастарын жинап, жастардың басын қосып, ондай бір ой жоқ па? Болмаса Өскеменде Қасым Қайсенов алыс болғаннан кейін қолын тимей жүр ме? Жоқ, алыс емес. 5-10 шақырым онша алыстық жасамайды ғой. Рас, Семейде, енді Семей Алаштың ордасы ғой. Алаштың астанасы болған қала. Кешегі абай аталарымыз өзінің ақындық ортасын қалыптастырған қала. Ол жер жаңағы киелі топырақ, шәкәрімдер, Мұхтар Әуезовтер, кейіннен жаңағы қаншама мықты ақындар, Дәмеш апамыз бар, қаншама 25 жыл болды биыл халықтық ақындар орталығын құрып, сол жерде айтыскер ақындар мен жазба поэзияның ақындарының басын қосып отыр, шоғырландырып. Сосын жаңағы бір ортада жүрген ақындар бір-бірінен алыстап кете қоймайды. Қызық қуанышында, басқа дүниелерде үнемі бас қосып, жаңағы нәрсені, өлеңді, басқа да өнерді талқыға салып тұратыны рас. Жаңағы өзің айтып отырғандай, Өскеменде ол жағы біраз ақсап тұр қазір. Шыны керек, біздің Өскемендегі өзі саусақпен санарлық қана бірнеше ақындарымыз бар. Жаңағы жазба поэзияның азаматтарын айтпағанда, осы айтыскер ақындар Өскеменде саусақпен санарлық қана. Солардың енді өткенде айтыс кезінде де, одан кейінде де кезіккенде жігіттерге айтқанбыз, жігіттер басымызды қосайық, жаңағы орта қалыптастырайық. Ертең артымыздан қаншама жас буын ақындар өсіп шығады, соларға береке бірлігімізді көрсетейік. Осы жаңағы жұдырық болып жұмылып дейді ғой. Сонда қамал алуға да ертең республикалық қаншама айтыстар өтеді, өзімізде де айтыстар өтіп жатады. Соған жаңағы бір ақын болса да шығып, соған жарқылдап, маңдай жарқылдап алдынан келіп, ел алдында жарқылдап көрінуіне аз болса да үлесімізді қосайық азаматтар деген пікірлерді білдіргенбіз. Азаматтардың құлағына жеткен. Енді ойлаймын, осы күн жылына көп кешікпей бұл дүниені қолға алатын шығармыз. Алла қаласа алдымызда әлі талай жаңағы Өскеменнің, осы шығыстың ақындарының береке бірлігін, осы шығыс ақындарының жетістігін, шығыс ақындарының айтыстағы аламанның алдынан келген сәттерін көресіздер деп ойлаймын. Уақыттың еншісінде көрейік. Енді біз шығыста, енді сіздердің бәлкім бір сіздерге мүмкін ақындарға мүмкін жағдайы жоқ шығар, жиналатын офис па, бір арнайы бір мекеме керек шығар, бәлкім ондай бар ма негізінде? Мысалға Семейде ондай бар. Семейде ондай бар, мен ойлаймын, бұл бір мекеме керек секілді, бас қосып ақындардың енді бас қосуына бір кабинет керек секілді, мысалы мәдениет үйінен бәрібір мысалы ақындардың бас қосуына міндетті түрде бұл кабинет қана немесе сол отыратын орын ғана кедергі болып тұр деп айту әбестік болар. Өйткені барлығымыз Аллаға шүкір жаңағы үйлі баранды отбасы болған азаматтарымыз ғой. Қазір жағдай бар, бір жерде осылай отырып әңгімелесуге де 1-2 сағат әркімнің жаңағы уақытын бөліп мүмкіншілік бар бізде. Соны тек қана біз қолға алуымыз керек. Қолға алып, жаңағы азаматтардың басын қосуымыз керек. Ал енді орын жай деген дүниені, оны біз мысалы қайдан да табуға болады.
айтыскер ақындардың мысалы жаңағы бізде республикалық халықаралық айтыскер ақындар мен жыр термешілердің одағы бар, Ерсін ағамыз басқарып отыр. Соның жаңағы мына жақтағы филиалын ашып па немесе басқадай жолдармен осы ақындардың басын қосуға. Бірақ ең бастысы осы ортада жүруге, немесе жаңағы бір-біріміздің шашбауымызды көтеріп, немесе бір-біріміздің қасымызда осы жүруге ниет болу керек ақындарда. Мен қазір байқаймын, айта аламын, біздің Семейден гөрі Өскеменде жүрген ақындардың жаңағы айтысқа деген осы өнерге, өлеңге деген енді өздерінің ниеттері бар ғой, бірақ көп құлшыныс жаңағы байқалмай жатады. Аздау дейсің ғой. Аздау. Соны жаңағы барынша көбейтіп, осы Өскеменде ғана, шығыста ғана жүре бермей, республикалық деңгейде басқа жақтан барып жаңағы өзімізді дәлелдеп, басқа жақтан барып осы ана жақтың ақыны, Алтайдың ақыны кетті деген сияқты өзімізді дәлелдеп, аламанның алдын бермей жататын сәттерге жетуіміз керек. Сол үшін бірден бір керек дүние жаңағы өзіңіз айтып отырған орта. Осы ортаны қалыптастыруға енді атсалысамыз деп ойлаймын. Бірақ енді уақыттың еншісінде көреміз бұйырса. Көреміз деген ол қалай болады осы олар? Енді кірісіп көреміз. Бірақ енді мына ақынның басына нағыз таланттардың басын қосу дейді ғой. Ақындардың басын қосу өзі оңай шаруа емес. Бәрі бір жаңағы елдің еркесі, бәрі бір абыройлы ақындар ғой. Соларды енді шама шарқымыз шықса, осы ортаға тартып, немесе жаңағы бір жақсы дүниеге бастауға тырысамыз. Жақсы, олай болса сәттілік, бастарын қосып үлкен бір ортаға қалыптассын. Рахмет. Енді мынау білесіздер, осы былтыр Қабыра арнасында Балғынбек Имашев ұйымдастырған айтыстар бағдарламасы болды, шоу былайша айтқан кезде. Сондай бағдарламаға өзіңіздің көзқарасыңыз қандай негізінде? Былайша айтқан кезде айтыстың беделін сүру дейді. Енді бұның екі жағы бар. Бағдарлама болғаннан кейін жаңағы бұл жаңағы телеарналық бағдарлама болғаннан кейін бұл айтыстың беделін түсіру де мүмкін еді, көтеру де мүмкін еді. Түсіру жағын айтайық. Қалай көтереді мысалы, бастан бастап. Жүрсін ағамыз келіп сол жерде. Қазір Қазақстан жаңағы осы қазақ айтысына аянбай 40 жыл терін төккен ардақты ағамыз. Осы кісі басы-қасында болып, айтыс кім десе, жүрсін деп есептейді қазір. Осы кісі басы-қасында болып, жаңағы алашқа танымал ақындар, солармен бірге жалынды жастарды қосып, мысалы бір 50-40%-ін жастардан қосып, жаңағы алаштың аузында жүрген танымал ақындарды қосып, ана сол ақындар арқылы жастарды көтеріп, жастарды көрсетіп, екіншіден айтыстың абыройын көтеріп, айтысымызды, ақсүйек өнерімізді жаңағы төмен түсірмесе жоғары көтермейді деп ойлаймын. Енді бұл айтысты жаңағы біреулер айтуы мүмкін, айтысты жарыққа шығардық, қаншама жастарды, балаларды елге танымал еттік деп. Оған менің ешқандай таласым жоқ. Жақсы талантты балалар да бар ішінде. Осы айтысқа алғаш қадам басып жүрген жақсы балалар да бар. Оларды енді әншілермен емес ақынмен айтыстыру керек. Ақынмен айтыстыру керек. Енді жаңағы танылудың оңай жолын іздеп, жаңағы әншілермен айтысып, немесе тағы бір деңгейлермен айтысып, олай енді бет алды кете беретін болса, жаңағы өнеріміз не болады? Соны жан-жақты қарау керек еді. Сол қатысқан ақындар әріптестеріңіз, достарыңыз? Танимын, көбін танимын. Көбін танимын, қарындастарым, бауырларым, әріптестерім, студенттер айтысына шығып жүрген, осы өзіміздің артымыздан ізімізді басып келе жатқан қаншама ақын қарындастарымыз бен бауырларымыз бар. Олардың талантына, олардың мен жаңағы өнеріне ешқандай шек келтірмеймін. Ол қай жерден болса да жаңағы жарып шығатын балалар. Бірақ соны жаңағы әншілермен айтыстыру, ана жерге отырғызып қойып неше түрлі жаңағы тақырыптармен, неше түрлі нестермен шоу қылып бір ондайдың жаңағы айтысқа аса қатты қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Мынау енді қазіргі таңда әлеуметтік желі өте жақсы дамыған. Енді тек қана мысалға бір Инстаграм өзін алып қарайтын болсақ, YouTube, Инстаграм дейміз. Ақындардың басым көпшілігі емес, енді ақындар да бар деп айтуға болады. Вайн түсіріп, гив ойнатып, тағы басқа дүниелері бар. Енді өзіңіз болашақта сол сияқты бір вайн түсіріп, бір гив ойнатып ойын жоқ па? Жоқ, мен ондай түсінік жоқ менде. Мен гив ойнатқанды былай қойғанда қазір өзі
әлеуметтік желіге де жиі кіре бермейтін адам, соны жиі қолдана бермеймін негізінде. Фейсбукта, Инстаграм желісіне тіркелгем, бірақ оны жаңағы күн сайын соны тұрақты түрде жүргізіп отырған адам емес. Уақытым болған кезде қараймын, ақпарат алу үшін, жаңағы неше түрлі нелер үшін қараймын. Абай атамыздың жақсы сөзі бар, ойын аразан, енді сол әріптестердің жайында пікіріңіз қандай? Өзіңіз қарап көріп жүрсіз, естіп жүрсіз, ақындар бар, өзіңіз білетін ақындар, балаларыңыз бар. Енді негізінде біздің айтыңыз. Қазіргі қазақ айтады ғой, өзі есектің артын жусаң да мал тап дейді. Бұның өзі ар жағында жалғыз дүние бар. Бұл өнер үшін емес, жаңағы өмір осы мал табу бағытында. Екінші танымал болу, халыққа танымал. Қазір енді мына осы Инстаграммен жаңағы не істеу деген дүниелер осы бізде жаңағы карантин басталғалы өте қатты дамып кетті деп естиміз. Өйткені елдің бәрі кинотеатрға бармайды, айтысқа бармайды, концертке бара алмайды, басқадай дүниелерге бара алмайды. Осы үйде отырып, жаңағы Инстаграмнан, Фейсбуктан соны тікелей эфирін қарап отыру ыңғайлы болып көрінетін секілді. Бұл жаңағы танымалдылықтың, танымал болудың ең оңай жолы ретінде қарастырып жатыр, соған оңай жолы ретінде соған талпынып жатыр деп ойлаймын. Бірақ жалғыз дүние бар, оңай келген дүние оңай кетеді. Оңай келген абырой да ертең оңай кетеді. Соны рет-ретімен жаңағы Алланың бұйыртқанымен дейді ғой, осы еңбекпен жеткен дүние ертең біраз болса да өміршең бола ма деп ойлаймын. Жақсы, енді мынау бізде жақсы жауап болды. Енді қазіргі қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселе, енді айтыстан біраз қоғамға оралайық. Қоғамда қазір мынау жақында ғана осы қазір Алматы қаласында арнайы шерулер болды. Феминизм деп жатыр. Әсіресе мынау таза қазақи азаматтар, азаматшалар емес, олардың тілдері былайша айтқанда шала қазақтар. Олардың ойларынша қазіргі қоғамда әйел азаматтар, қыздар, келін болсын үйде отыру, олар үшін ойлары дұрыс емес. Яғни қазақ келіні үйде отырып бала бағу, бала дүниеге әкелу, ата-анаға қарау, олардың ойынша ондай ойлар қарсы. Олардың ойлары кәдімгі ер азаматтармен терезесінен жұмыс жасау керек, қызмет атқару керек, көп бала дүниеге әкелмеу керек. Осыны біздің құзырлы органдар арнайы қорғап, оларды ешкімді жолатпай. Жалпы сіздің пікіріңіз қандай осы? Енді жалпы тек қана қазақ емес, жер бетіндегі әйел затының жалғыз ғана бірден бір басты міндеті ол ұрпақ көбейту. Бұл өмірге әйел болып келді ма, демек ол ұрпақ көбейтудің басты міндеті, парызы. Енді жаңағы өзіңіз айтып жатқандай, осы балалы болудан бас тартып, немесе жаңағы қазақтың ұрпағын көбейтуден бас тартып жатқан адамдар болса, ол әрине дұрыс емес. Оның ішінде қазақтың өзі қыз балаға деген тәрбиесі әу бастан біздің ата-бабаларымыздан дұрыс жолға қойылып, жаңағы жоспарлы түрде қызға 40 үйден жаңағы тыйым салып, оның қызға 40 үйден тыйым салу дегеннің өз ар жағында қыздың жаңағы жолын бөгеп бәрін тыю емес, ол жаңағы жамандықтан тыю. Неден тыю? Жаңағы жаман жолдан тыю. Қыз баланың тәрбиесіне одан гөрі біздің қыз баланың тәрбиесіне аса қатты мән берген. Өйткені қыз арың, ұятың деп есептелген. Сондықтан бұл қыз үшін қазақ бәріне барған. Қыз үшін қазақ бәрін берген. Ана айтады ғой, мен қазақпын, таяқ жеген тасадан, оңды да балыңды да асаған, қолды болған бір қызының ар үшін бір қаланы жермен-жексен жасаған. Осындай дәрежеде аруларын құрметтеген қазақпыз. Бірақ енді сол аруларымыз, сол әлпештеп алақанға ұстайтын аруларымыз, сол жаңағы ұрпағымызды көбейтетін, қазақтың санын көбейтетін, қазақтың осы қазіргі қоғамына үлкен үлес қосатын аруларымыз бұлай көшеге шығып, бір азғындыққа бола теңдік сұрап жүргені, ол әрине әр қазақтың жанына ортады. Ол әрине дұрыс емес. Енді мен әрбір адам, әрбір әйел заты
әрбір қызды үйде отырсын, өмір бойы жаңағы баласын бағып, отын жағып үйде отырсын деп отырған жоқ. Оның да өзінің қоғамда алатын міндеті, қоғамда алатын өзінің орны болу керек әрине. Бірақ енді мынандай азғындыққа, мынандай жаңағы дүниеге бару деген ол біз үшін ұят нәрсе. Қазақ үшін, қазақта өзі ұят деген ұғым бар ғой, ұят деген ұғым бар, намыс деген ұғым бар. Осы екеуіне де бір қасиет. Енді жаңағы өзіңіз айтып отырған біздің жаңағы осыны қолпаштаған, осыны қолдаған заң ұйымдарын ол не себептен олай істеп жатқанын мен ешқандай оны білмеймін. Оған ешқандай айтарым да ойым да жоқ. Мен өзім көшеге шығып, неге жаңағы алаңға шығып, ондай дүниемен айналысып көрмеппін. Сондықтан ол кісілердің не ойлағаны бар, оны мен жақсы білмейді екен. Ал жаңағы аруларымыздың, қыздарымыздың әрекетіне қатысты пікірім осы. Рахмет. Енді осындай жағдай бар. Жалпы елімізде қазір Қазақстанда қоғамда өте көп осындай теріс пікірлер айтылып жатыр. Осының бәрін көріп, осының бәрін құлақпен естіп жүрсіз. Осының бәрін кейде осының бәрін көрген кезде баян өлгенін сағынып, сол жаққа қарай қоныс аударып қайтадан кеткіңіз келмей ме? Жоқ, айтады ғой, қазақ жер бетіндегі қазақта жалғыз ғана отан бар дейді Қазақстан. Өзі жер бетіндегі қазақтың өзі Қазақстаннан басқа барар жер басар тауы жоқ. Біз осы елге жаңағы сенде бір кірпіштен үйге кетігін таптап арқалан деп Абай атамыз айтқандай, осы елдің жаңағы өңіріне, осы елдің даласына біз кірпіш болып қалануымыз керек. Ұрпағымыз жаңағы осы елде ер жетіп өссін дейміз. Әрине ол туған жер деген адамға мысыр шаһар ғой. Туған жерін сағынбайтын қазақ жоқ, туған жерін сағынбайтын ақын тіптен жоқ. Әрине туған жерімізді сағынамыз, ойлаймыз, еске аламыз. Алыс емес, Алтайдың екі жағында туғанбыз, ол да қазақтың даласы, ол да кезегі ата-бабаларымыздың жортқан даласы, ата-бабаларымыздың байырғы мекені. Қазір мынау карантинға байланысты шекара жабық болғандықтан бара алмай жатқан жайымыз бар, әйтпесе туған жеріне жылына бір-екі рет барып тұрамын, негізінде барып тұрамын. Бірақ көшіп кетуге ешқандай ондай ниетім де ойым да жоқ. Жақсы, айтыскер ақын Серік қонғаны үшін тұңғыш президент кім? Тұңғыш президент енді ресми түрде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Біз оны мойындасақ та, мойындамасақ та, тарихқа да солай жазылады. Жаңағы өзіміздің елімізде де ресми түрде сол кісі. Жақсы, жалпы ақынның миссиясы сіз үшін? Ақынның миссиясы, ақын өмірге ақын болып келгендіктен, осы айтады ғой, маңдайыңа не бұйырды, соның жаңағы аштысында, тәттісінде татып, соның биігіне шығып, жеңісі мен жеңісін көру керек. Мен ақынның миссиясы, мақсаты осы сөз өнеріне, қазақ айтысына барынша қызмет етіп, осы өзінің Құдай берген ғұмырында Алаштың бар жырын жырлап өтсе, осы ақынның мақсат мүддесі орындалады деп ойлаймын. Енді біз оның қандай дәрежесінде, қай деңгейінде жүргенімізді білмеймін. Осы өмірдегі ақындық жолды енді бастап жаңағы 10 жылдың ар жақ бер жақ көлемінде жүрген азаматтармыз. Алла ғұмыр берсе, өміріміздің соңына дейін осы қазақтың сөз өнеріне үлес қосамыз деген ниетіміз бар. Рахмет. Секе, енді соңғы сұрағым мынау. Жүрсін Ерман ең сүйікті ақындардың бірі екенсің. Осы сіз алтын домбыраға шығар кезде Жүрсін ағаның свизу желісінде сіз туралы жақсы. Соның бәрі сіз айтып, соның біріне осыны біраз айтып берсеңіз. Біреулер айтады, оны да қалай таныс арқылы шықты ма дейді, қазақтың ойлары болады ма кейде? Жоқ, ешқандай. Таныс арқылы шыққан дейді, ағасы арқылы шыққан деп атады, енді өзіңіз шынайы талаппен шыққан ақынсыз деп атады. Айтады ғой, бірақ мен шындығын айтайын,
өзің құрметтейтін азаматтардың бірісің ғой. Осы жаңағы шақырып осындай арнамыз бар еді, каналымыз бар еді, келіп жатқаныңа рахмет. Сосын жаңағы бір өмірдегі жақсы құрметтейтін азамат болғандықтан бағанадан ағымнан жарылып жатқандағым. Енді де шындығын айтайын, мен Жүрсін ағаға былай өмірде алдаласып бес бересім жоқ. Ол кісіге таныс арқылы немесе басқа арқылы шығып маған сөйтіп жаңағы пікір білдіріңіз дейтіндей ондай дәрежедегі, ондай деңгейдегі адамды емеспін. Ол кісіге шыға қоятындай аса қатты танысым да жоқ. Осы айтыс өнеріне 2014 жылы республикалық айтысқа осы Өскемен қаласында аяқ астынан қатысқаным бар. Өскемен қаласында қандай айтыс болды? Мынау Алтайым алтын бесігім деген кімдер қатысты? Үлкен ақындар қатысты. Балғынбектер бар, келіп Балғынбек Имашев басшылық алған. Ол айтыстың тізімінде мен негізінде жоқ едім. Карима Оралова деген ақын Шымкенттен келе алмай қалып, Серік Дүйсенғазин ағамызбен айтысатын ақындаппай қалған кезде таңертең болайын деп тұрған айтысқа түнде мені қосып жіберген. Соң аяқ астынан келіп айтысымыз жақсы шығып, содан халық та ырза, ел де ырза, Жүрсін ағамыз да ырза. Сол кезде Жүрсін ағам ең алғаш жаңағы балам деп батасын берген. Содан бері жаңағы үміт артатын шығар. Содан бері осы айтыстың аламанның алдынан көрінсе екен деп жаңағы бір көңілі толып жүретін шығар деп ойлаймын. Сол себепті бұл кісі осындай пікірін білдірді. Енді ол кісі үміт артатын болса, біз де сол үмітті ақтап, сол мүддеден шыға білуімізге тырысамыз. Қазір енді кім қалай демесін, бәрібір Жүрсін ағамыз қазақ айтысының қаранары, қазақ айтысының көшін осы деңгейге жеткізген қазақтағы бірден бір тұлға ғой. Сондықтан ол кісі енді менің азғантай жаңағы тардай талантыма, титтей өнеріме осындай дәрежеде баға беріп жататын болса, мен әрине қуанам. Бірінші. Екінші, бұл арқамызға артылған үлкен міндет, үлкен жүк. Осындай жаңағы ол кісілердің бағасын әрмен қарай арқалап жүру, әрмен қарай жаңағы осы үмітті ақтап жүру. Бұл жаңағы мақтаудан да күрделірек дүние. Сондықтан енді үміт ақтауға тырысамыз. Жақсы. Шынына келген кезде, жаңағы тоқедерін айтқан кезде, мен ол кісімен осыны айтыңыз, немесе мені жаңағы бір мақтау жіберіңізші деген нем жоқ. Бұл алтын домбыраның кезінде. Мен сенем ғой сізге. Жалпы газетке сұхбат бердіңіз, көп жерде айттыңыз, бірақ осы ютубта видеода енді интернеттен көреді, барлығы еститін болады енді. Алтын домбыраның кезінде айтылған дүние ғой бұл. Осы алтын домбыраның жаңағы 2 айналымнан өтіп финалға жолдама алған кезде Жүрсін ағамыздың енді мүмкін айтысымызға ырза болған шығар, мүмкін жаңағы көрсеткен сахнадағы өнерімізге берген бағасы шығар, осындай дүние жазған. Ол жаңағы әлеуметтік желіге тарап кетті. Сосын жаңағы көп адамдар оқи бастады, оны талқылай бастады. Бұл жаңағы қаншама 20 ақынның ішінен неге Серікке ғана бұндай пікір білдіреді, оның не себебі бар деп енді. Жүрсін ағамыздың енді қамшысы шығар, бізге артқан үміті шығар. Мен ондай пікір білдіріп жатса, әрине қуанамын. Жақсы. Сізге біріншіден үлкен рахмет. Осы бізде енді болмасаңыз соқпақ деп осылай кішігірім каналымызға осы ақындарды, өзімізге қоғамға пайдасы тиген азаматтарды шақырып сұхбат жүргіземіз. Оны алғыс. Айтыс сахнасында биік шыңдардан көріне бер, отбасыңа тек қана бақыт тілеймін. Рахмет өздеріңізге де, істеріңізге, жұмыстарыңызға Алла береке берсін. Тек қана осындай жақсы күндерде, жарқын күндерде жолыға берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ел іргесі індеттен аман болсын. Осы індет кетіп, қазақ елі жер аяғы кеңейгенде жай көңіліміз жадырап, шұрқырасып, табысып, осы тойда ғана бас қосып жүре берейік. Аманшылық болсын. Рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет. Құрметті достар, бізбен бірге қонақта болған айтыскер ақын Серік Қуанған YouTube каналымызға пікір қалдырып кетіңіздер, каналға жазылыңыздар. Көп рахмет.